Саламатпа балалар. Қазақ тілі сабағы. Бүгін 8 сәуір. Сабақтың тақырыбы етістік. Оқу мақсаттары. Мәтіннің құрылымын анықтауды, жұмбақ шешуді, синонимдерді табуды үйренеміз. Сауатты жазуға дағдылану. Кәне балалар, өткен сабақты еске түсірейік. Етістік дегеніміз не? Етістіктің сұрақтары. Қандай сұрақтар бар, кәне есімізге түсіреміз. Өткен сабақты қайталап болсақ, жаңа сабақты бастайық. Алдымен күн ретін жазамыз. Бүгін 8 сәуір. Оқулықтағы 74-ші бетті ашамыз. 11-ші жаттығуға қараймыз. Берілгенін оқимыз. Мәтінді оқы. Ал балалар, мәтінді оқимыз. Балалар, мәтінді оқып болсақ, қарамен жазылған сөздерді дәптерге көшіріп жазып, түбір мен қосымшаға ажыратамыз. Балалар, естеріңде болар, біз өлеңді әрдайым жаттап, жатқа жазамыз. Демек, біз өлеңді жатқа жаза аламыз ғой, иә? Оқулықтағы 75-ші беттегі 12-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді жатқа жаз. Ал балалар, менімен бірге бір рет қайталап оқимыз. Ары қарай өзіміз жаттап аламыз. Ақ қанатты шағала, қалықтайсың жағада, көк теңізден шықпайсың, жағасында ықтайсың.
Балалар, өлеңді жатқа жазып, етістіктердің астын сызамыз. Өлеңнің не туралы екенін ойлан, оған ат қой. Балалар, ендігі тапсырма не туралы екенін біліп отырмыз. Солай ма? Суреттегі ертегіні айта аламын. Оқулықтағы 75-ші беттегі 13-ші жаттығуға қараймыз. Түлкі мен ешкі ертегісіндегі негізгі оқиғаларды есіңе түсір. Суреттерді пайдаланып, жоспарды жалғастырып жаз. Кәне балалар, суретке мұқият қараймыз. Ертегінің басы қалай басталды? Ортасында не болды? Соңы немен аяқталды? Қане, жоспар құрып көрейік. Сонымен балалар, жоспарды жазамыз. Ертегі қалай басталды? Ертегінің ортасында не болды? Ертегі немен аяқталды? Балалар, егер жоспар құрып болсақ, жоспарымызды дәптерге жазамыз. Ойлан және дәлелде. Балалар, оқулықтағы 76-ші бетті ашамыз. 14-ші жаттығуға қараймыз. Сөздерді оқып, олардың етістік екенін дәлелде. Кәне балалар, бірінші сөзді оқимыз және сұрақ қоямыз. Бірінші сөзді оқып сұрақ қойып болсақ, екінші сөзді оқимыз, сұрақ қоямыз. Екінші сөзді оқып сұрақ қойып болсақ, үшінші сөзді оқимыз, сұрақ қоямыз. Үшінші сөзді оқып болсақ, төртінші сөзді оқимыз, сұрақ қоямыз.
төртінші сөзді оқып, сұрақ қойып болсақ, бесінші сөзді оқимыз. Алтыншы сөзді оқимыз. Жетінші сөзді оқимыз. Сегізінші сөзді оқимыз. Балалар, берілген сөздердің бәрін оқып, сұрақ қойып болсақ, етістіктерге сұрақ қойып, оларды тиісті сұрақтардың тұсына топтастырып жазамыз. Яғни, не істеді деген сұрақтың қасына етістіктерді жазамыз. Қайтты деген сұрақтың қасына етістіктерді жазамыз. Не істейді деген сұрақтың қасына етістіктерді жазамыз. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.